Адамның жат ағымға немесе сектаға кіріп кетуге себеп болатын негізгі факторлардың бірі бұл сыни ойлай алмауы. Жалпы сыни ойлай алмау тек қана сектаға кіріп кетуге емес, жалпы көп жерлерде адамды алдануға әкеліп соқтырады. Тіпті алаяқтардың өзі алдаған кезде көбінесе осы сыни ойлау қабілеті төмен адамдарды алдайды. Аллах тағала Құранда мұсылмандарды мақтаған кезде «Әллазина ястами'уна ал-қаула ва яттаби'уна ахсана». Олар сөздерді тыңдап, олардың ішіндегі ең жақсысына ереді деп мақтайды. Яғни сөздерді тыңдаған кезде ішінен ең жақсысын ғана қабылдайды. Атақты сахаба Омар радиаллаху анху өзі айтқан: «Ласту бил хабби валал хаббу яхдауни». Мен алдаушы, өтірікші емеспін, бірақ өтірікші де мені алдай алмайды дейді. Сол себепті мұсылман адам аңқау болмау керек, барлығына сеніп қала беретін болмау керек. Өзіне келген ақпараттарды, көрген дүниелерін сүзгіден, сараптамадан өткізіп бара қабылдау керек. Әсіресе діни ақпараттарды адам қабылдаған кезде айтып жатқан адамды, айтылып жатқан ақпаратты қайта-қайта ойланып, мамандармен ақылдасып, білмегенін сұрап, өте сақтық таныту қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады: мұсылман адам бір інге аяғы екі рет түспейді дейді. Яғни мұсылман адам бір қателікті екінші рет қайталамайды. Мұсылман адам бір алданған жерінен екінші рет алданбайды. Аллаху а'лам.